әркім әртүрлі бұны киеді. Бұда тұрған бір не жоқ, белгілі кию үлгісі жоқ. Мына былай кисең сүннет болады, былай кисең сүннет болмайды деген нәрсе жоқ. Оны кей жерде әрине тауафтың басында сүннет үлгілері бар. Бірақ кию үлгіде ихрамды мынаны былай кисең сүннет болады деген нәрсе жоқ. Қандай ыңғайлы солай кисін. Біреу мысалы сүлгі секілді былай орай салады. Олай да болады, бірақ ыңғайсыз да болады. Ең жақсысы былай алдыңыз. Бұл ихрамды алып мені көтердіңіз, иық деңгейіне көтердіңіз. Тартып тұрып, қолмен бай тартып тұрып, кигізіп, екінші жаққа орадыңыз. Қайтып келгенде мені бұны қайтып былай орадыңыз. Осыдан кейін алып, астыға қарай түйе бересіз. Бұл енді бұған енді белдік керек жоқ. Осылай тұрды ма, біріншіден аяқты ашу ыңғайлы болады. Аяқты ашу ыңғайлы болады. Жүре бересіз. Кейін белдікте еш нәрсе керек емес. Ал кейде болады, мысалы, біреулер жаңағыдай сүлгі секілді былай орайды. Ода тұрған еш нәрсе жоқ негізі. Олай да орап алсаң болады. Мысалы, бірақ бұл жүргенде аяғында ұстап қалады. Ыңғайсыз да болады. Ал мынау метод кішкене ыңғайлы, және бұдан кейін белдікте керек жоқ. Алдың, соңыз бардың. Қолтыққа дейін созыңды, одан кейін былай бір орадың, екінші бүктедің, осыдан кейін асты қарай орап жүрдің. Асты қарай орап жүрдің. Бір жағынан сыртынан көргенге, негізі қазір мен тездетіп істеп жүрдім де, әдемі де көрінеді, мына жері бір не болып тұрады, кейін жүргенде де ыңғайлы болып тұрады, аяққа да ыңғайлы болады. Екіншісі ол үстіге жабылады. Арқаға былай шалып жүре бересіздер. Үстіге орап жүре бересіз. Бірақ тауафқа келгенде, тауафтың бастапқы 3 айналымында бұны сүннет бойынша қалай қылады? Сол иықты жабады, оң иыққа келгенде астынан орап жоғарыға лақтырасыз. Яғни оң иықты ашып қойған сүннет болады. Бұл қайдан қалған сүннет? Пайғамбар заманында, Пайғамбар сахабалармен Меккеге келіп, мынау тауафын жасайын деп отқанда, мүшриктер күледі. Олар аш, үсті басында жара шығып кеткен деп үстінен күледі. Сонда Алла саллаллаху не еді? Иықтарын ашып көрсетілер дейді. Сау екенді көрсетілер дейді. Екіншіден, әуелгі 3 айналымда денелеріңді көрсетіп, еркектік екенін көрсетіп, айбаттарын көрсетіп жүріңдер, көкіректерді көрсетіп жүріңдер дейді. Сондықтан ғұламаларымыз не еді? Әуелгі 3 айналымда адам көкірегін көрсетіп, былай жүрген сүннет болып табылады дейді. Басында. Енді ол жерде бірақ біреуге зиян тигізіп қалмау керек. Бұл сүннет болуымен біреуге зиян тигізіп ол не? Харам болады. Біреуге зиян тигізіп қалмау, біреуге итеріп қоймау керек. Біреуді жаңағы құлатып қоймау керек. Осылай жүре алсаң, ол жүре керек сүннет бойынша. Енді адам сығылысып жүре алмай алсаң, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Бірақ әуелгі несінде осылай оң жақ иығын ашып жүресің. Ихрам дегеніміз осы. Ихрам дегеніміз осы болып табылады. Ихрам киген кезде бұдан басқа ешқандай киім киілмейді. Бүкіл киімді шешіп тастайсыздар. Ер кісіге ихрамнан басқа еш нәрсе қалмайды. Тек қана 2 ақ мата.